Орталық Азияның тарихында біз білетін ұлы империялардың көлеңкесінде қалған, бірақ аймақтың тағдырына асы қатты әсер еткен тұтас бір өркениеттер жатыр. Міне бүгін біз дәл сондай мемлекеттердің бірі, яғни ғасырлар бойы ұлы даланың саяси сахнасында маңызды рөл ойнаған қаңлы мемлекетіне туралы сөз қозғаймыз. Бір сәтке ойланып көрейікші. Ежелгі Рим мен Қытайдағы хан әулеті гүлденіп тұрған заманда олармен қатар өмір сүрген Ұлы Жібек жолының маңызды тармақтарын өз уысында ұстаған, бірақ бүгінде көпшіліктің есінен шығып қалған қуатты мемлекет болғанын. Бұл қаңлылар. Бүгінгі талдауымыздың жоспары мынадай. Алдымен қаңлылардың кім екенін анықтаймыз. Сосын олардың державасының қаншалықты қуатты болғанын сандар арқылы көреміз. Одан кейін қоғамы мен мәдениетіне үңілеміз. Төртінші бөлімде халықаралық саясаттағы ойындарын талқылап, соңында бұл ұлы мемлекеттің неге құлағанын және бізге қандай мұра қалдырғанын түйіндейміз. Ендеше бастайық. Сонымен, бірінші қадам. Бұл қаңлылар деген кімдер? Олар тарих сахнасына қайдан, қалай келді және қай жерді өз отаны санады? Қане, анықтайық. Қараңызшы, бұл мемлекеттің тарихы 8 ғасырға созылған. Олар біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда тайпалық одақ ретінде құрылып, 1-ші ғасырда нағыз гүлдену кезеңіне жеткен. Содан кейін біздің заманымыздың 3-ші ғасырынан бастап біртіндеп әлсіреп, ақыры 5-ші ғасырда тарих сахнасынан кетеді. Бұл дегеніміз қаңлылар бір сәттік құбылыс емес, тамыры тереңде жатқан бай тарихы бар өркениет. Ал олардың күш-қуатының басты кілті географиялық орналасуында еді. Олардың мемлекетінің дәл жүрегі Сырдарияның орта ағысында орналасқан. Мұндай стратегиялық орын оларға сол заманның басты экономикалық күре тамыры саналған Ұлы Жібек жолының солтүстік бағытын толықтай бақылауға мүмкіндік берді. Ал енді қаңлы мемлекетінің қуатын сезіну үшін екінші бөлімге көшейік. Кейде ұзақ сонар сипаттамадан гөрі нақты сандар әлдеқайда көп нәрсені аңғартады. Қытайдың ежелгі жылнамалары қаңлы елінде 120 мың түтін бар деп жазады. Тарихшылардың есептеуінше, бұл шамамен 600 мың адам деген сөз. Салыстыру үшін айтайық, бұл сол кездегі Рим империясындағы ірі қалалардың халқымен тең еді. Демек, сол заманның өлшемімен бұл өте үлкен демографиялық күш болған. Ал мына сан, шыны керек одан да қатты таңғалдырады. 120 мың жауынгер. Ойлап көріңізші, бұл дегеніміз елдегі әрбір 5-ші адам қару асынып, соғысқа дайын болған. Мұндай алып әскер қаңлыларды орталық Азиядағы кез келген көршісі санасуға мәжбүр болатын ірі әскери державаға айналдырды. Жақсы, енді қаңлы қоғамының ішкі дүниесіне үңіліп көрейік. Олардың күнделікті өмірі қалай өтті, немен айналысты, қандай мәдени жетістіктерге қол жеткізді? Бұл біздің 3-ші тарауымыз. Қаңлы қоғамында өте нақты иерархия болған. Ең төбесінде әрине хан, ең жоғарғы билеуші тұрды. Оның мемлекеттік істерді басқаруға көмектесетін үш уәзирі, яғни орынбасар болған. Одан төменгі сатыда ірі тайпа одақтарын басқаратын ябоғылар тұрды. Одан кейін ұсақ ру тайпа көсемдері. Ал осы пирамиданың негізін қарапайым халық, малшылар, егіншілер мен қолөнершілер құрады. Ал осы адамдардың қолынан шыққан дүниелерге қараңызшы. Қандай керемет шеберлік. Мына қыш құмыралар қыш дөңгелегінде жасалған. Өзіндік ою өрнектері бар. Ал жанындағы алтын бұйымдаршы, асыл тастармен әшекеленген бұл заттар олардың тек жауынгер ғана емес, сонымен бірге талғамы жоғары, өнері дамыған халық болғанын көрсетеді. Қаңлы экономикасының бір қызық ерекшелігі болды. Ол екі түрлі шаруашылықтың қосындысы еді. Солтүстікте кең далада көшпелі мал шаруашылығы дамыса, оңтүстікте Сырдария бойында суармалы егіншілік, бау-бақша және қала мәдениеті қатар гүлденді. Ал осы екі әлемді бір-бірімен байланыстырып тұрған әрине Ұлы Жібек жолындағы сауда болды. Инде ең қызықты бөлімдердің біріне келдік. 4-ші тарау. Қаңлылар халықаралық аренада өздерін қалай ұстады? Олардың сыртқы саясаты өте күрделі, типті драмаға толы болғанын айта кету керек. Мына саяси картаға бір қараңызшы. Қаңлылар нағыз алпауыттардың ортасында өмір сүрген. Шығыста басты бәсекелестері үйсіндер және олардың артында тұрған Алып хан империясы. Солтүстікте жауынгер хундар, ал оңтүстік батыста ықпалды парсы әлемі. Бұл үнемі сақ болуды, керемет дипломатиялық шеберлікті талап ететін нағыз стратегиялық ойын еді. Ал мынау қаңлылардың мінезін бірақ ауыз сөзбен сипаттайтын Қытай жылнамасынан алынған дәйек сөз. Тәкаппар өжет халық.
Яғни олар өздерінің тәуелсіздігін бәрінен бүйік қойған. Типті сол кездегі супердержава саналған хан империясының елшілеріне де бас имей өздерінің тең екенін көрсеткен. Бұл олардың рухының қаншалықты бүйік болғанын білдіреді. Олардың сыртқы саясатындағы ең маңызды қадамдардың бірі солтүстіктегі құндармен, олардың атақты көсемі Жижимен әскери одақ құруы болды. Олар күш біріктіріп, ортақ жаулары, үйсіндермен хан империясының одағына қарсы тұрды. Бұл одақ қаңлылардың орталық Азиядағы үлкен саясаттың жайғана бір бөлшегі емес, оны белсенді түрде қалыптастырушы күш болғаны дәлелдейді. Міне, біз осы ұлы тарихтың соңғы тарауына да келіп жеттік. Соншама ғасыр өмір сүрген қуатты держава неліктен құлдырады? Ең бастысы, олардан кейін не қалды? Құлдыраудың басты себебі бір қызығы сыртқы жау емес ішкі қайшылықтар болды. Мемлекеттің көшпелі солтүстігі мен отырықшы егіншілікпен айналысатын оңтүстігінің экономикалық мүдделері уақыт өте келе бір-бірінен алшақтай берді. Елдің осы екі бөлігі арасындағы байланыс әлсіреп, бұл ақыр соңында саяси бытыраңқылыққа, яғни орталық биліктің күшін жоғалтуына алып келді. Бірақ ең маңызды тұжырым мынау. Қаңлылар тарихтан зімғайым жоғалып кеткен жоқ. Олардың рулары мен тайпалары кейіннен дәл осы аймақта пайда болған жаңа халықтардың, әсіресе қазақтар мен өзбектердің этногенезінің, яғни қалыптасуының маңызды бір бөлігіне айналды. Басқаша айтқанда, олардың генетикалық және мәдени мұрасы Орталық Азияның бүгінгі халықтарының бойында әлі күнге дейін өмір сүріп келеді. Сонымен талдауымызды қорытындылай келе, мынандай сұрақ төңерегінде ойланып көрейікші. Ежелгі тарих дегеніміз тек кітапта қалған оқиғалар жиынтығы емес. Ол біздің бүгінгі болмысымызды нәрлендіріп тұрған тамырлар. Қаңлылардың мұрасы бүгінгі күні ру атауларында, мәдени ерекшеліктерде және осы жерді мекендейтін халықтардың өзінде жалғасып жатқан жоқ па?